мен 1920 жылы желтоқсан айында мен инсульт алдым. Инсульт алғаннан кейін мен басқа компанияның өнімдерін ішкеннен кейін 22 жылы қараша айында мен осы краудфандингқа жазылып, одан кейін басында гидромакс іштім, одан кейін детокс плюс іштім. Детокс плюсты ішкенде менде кішкене обострение болды. Менде давление бұрын 160 еді, сол 200 көтерілді, бірақ та біртіндеп менде түсіп, қазіргі кезде осы өнімді ішкеннен кейін менде давление 130-140 болып жатыр. Бұрын мысалы мен 160 болғанда мен давлениеде еш сезбейтін едім. Қазір 150 көтеріліп келсе мен сеземін. Енді менде қазір қалыпты 130-140 қан қысымым. Андай біртіндеп ол менде жақсы болып жатырмын. Одан басқа осы